Меркедегі Мадинаның жағдайын айтып жатырмын да. Бұл осы Әселмен почти что құрдас қыз ғой. Всего лишь 17 жасында алып қашып кеткен. Осы жерде бір алып қашу туралы айтайықшы. Көп жағдайда алып қашқан кезде қыздар қалып қояды. Ой, ұят, есік көрген деп айтады, немесе жаңа босағаға кемпірлер жатып алады деп. Міне ал сол ұят осы өмірдің құнымет деген сияқты нәрсе да. Сол себепті біріншіден қыздарға айтқым келеді. Егер сіздерді алып қашып кетсе, қайтып келуден, қайтып кетіп қалудан қорықпаңыздар. Ұят та емес ол, ешқандай да ол сіздің тағдырыңыз. Екіншіден, негізі ерте тұрмысқа шығуға асықпаңыздар. Өздеріңіздің мнениелеріңізді қалыптастырыңыздар. Өмірді көрген, көңілі тойған, көзі тойған, оқыған, мнениесі бар адамды негізі екінші адам басын алмайды. Сол себепті Әселге және осы эфирді көріп отырған 17-18 жастар қыздарға айтқым келеді да, тұрмысқа шығуға асықпаңыздар, өмір көріңіздер, оқыңыздар, ізденіңіздер, әлем аралаңыздар. Міне Тараздамыз, дәл қазір Жамбыл облысы полиция департаментінің бастығы Қайсар Сұлтанбаев мырзамен жолығатын боламыз. Ол кісі бізді қазір арнайы қабылдайын деп отыр. Және де осы Мадина қарындасымыздың ісін жеке бақылауға алуды сұраймыз. Сұрарымыз осы Мадина қарындасымыздың ісін өзіңіздің жеке бақылауыңызға алсаңыз. Біздің бар өтініп сұрайтынымыз сол үшін ғана келгенбіз. Бұл іс бізге алынып, біздің осы тергеу басқармасындағы ең тәжірибесі мол, ең білікті, мықты маманға тапсырып, күнделікті бақылауда ұстап, тергеудің сапасын қамтамасыз етеміз толығымен. Сіздер де бізге көмектессеңіздер, сіздерге тек рахмет айтамыз. Өздеріңіз көргендей, Мадина қарындасымыздың ісі бұдан былай біздің өтінішіміз бойынша Жамбыл облысы полиция департаментінде тергелетін болды. Біз ақиқат үшін соңына дейін барамыз. Сіздерден тек қолдау, лайк, комментарий. Бүгін бізді қабылдаған генерал Сұлтанбаев Қайсар мырза, яғни Жамбыл облысы полиция департаментінің басшысы жеке өз бақылауында тергеу жүргізетініне уәде берді. Нәрсе үшін барып өзінің өмірін қиып жатқан ол жақсы емес. Бір кішкентай ұрыс үшін адам өзінің өмірін қиып жіберу деген ол өте қиын жағдай. Қандай себеп болады ол? Қандай себеп болады? Мүмкін ол баланың психикасында бір ауытқу болды ма? Қандай бір күйзеліске түсті ма? Осы 2 жылға жуық оның анасы неге білмейді екен о жағдайды? Жанындағы жан досымын деп сөйлеп жатыр анау жан досы. Осы жерлерде жүреді екен, көшеде келеді екен, осы үйге қонады екен. Неге сонда ол сондай жағдайды біліп тұрып, неге арашалап қалмады екен? Неге жар салмады екен сол кезде? Осы оқиғада мынандай нәрсе шығып жатыр, жаңағы оңтүстік өңір, осы Тараз жақ келінге өте қатты қарайды. Мүмкін қыспақ көрген шығар, келін айта алмаған шығар дейді. Сіздер жақта шында да солай ма? Дәстүрдің озары бар, тозары бар дейді. Мүмкін сондай қыспақта отырған болсақ, мен мысалы 70-тен астым. Менің енем 100-ден асып отыр. Мен де азып тозып кететін едім. Ол келінді мен көргем бірнеше рет. Менің үйімде кішкентай келін медсестра, ана кішкентай баласын уколға алып келетін, өзі көтеріп есіктің алдына. Бұлай бетпе-бет көрмесем де, бірақ көретінмін. Әп-әдемі косметикасы бар, кірпігі жабыстырылған, сұп-сұлу келіншек. Енді зәбір көрген адам, күнделік таяқ жеген адам жүре алмайды ау деп ойлаймын. Азып тозып кететін еді. Ол тем более жап-жас екен өзі, 17 жасында тұрмысқа шығыпты. Сол жағын білмеймін енді, анасы нағып соншама жас кезінде оны күйеуге берді екен. Неге оны оқытпады екен арғадай? Ол жағын білмейді екен. Енді алып қашып кеткенде нағымен алып кетпейді екен, сондай өзі еркімен келмесе. Жақта әлі күнге дейін келінді солай қатал ұстай ма? Жоқ, келіндеріміз шорт киіп жүреді. Ауылдың келіні қайсы, қызы қайсы екенін білмейсің. Сыншылық көретін ауыл емес, газымыз бар, суымыз бар, светіміз бар. Қаладан ешқандай кемдігіміз жоқ. Барлық жағдай жасалған. Қазір келіндердің қысымшылық көретін заман емес. Интернеті бар, телефоны бар. Бір емес 2 телефоннан ұстайды. Автоматта кірді жаюға ерінеді қазір келіндеріміз. Генераны жауыз дейді, отырғызу керек дегенде, сол адам көзге көрінсе, шіркін-ай, мынаны ұрып өлтірер едің деп отырмыз бәріміз. Мен айтам, мен мұны жазғанды білмейді екен, әйтпесе сол адаммен бірге бір шығар едім деп. Мынандай жағдайда кімге болса, жерт болған адамға жақ болғысы келіп тұрады. Кімге болса, мысалы, білдіңіз ба? Содан соны сөйлегісі келіп тұрады, ол нақты білмесе де. Енді не десек те адамның өлімін ақтау қиын ғой бәрі. Көрдіңіз ба?
связи с последними событиями насчет девушки, которая умерла из-за одной пачки Барни, меня не дает покоя уже второй день. И я каждый день провожу беседу со своей дочерью, ей 13 лет, о том, что она не обязана терпеть унижение, оскорбления, что ей всегда есть куда прийти, что мама, папа ее всегда примут. С детьми, без детей, несмотря ни на что, она всегда может вернуться домой. Ее никто не будет упрекать, никто ей слова не скажет, никто ее не будет осуждать. Она должна понимать, что дом родителей — это самое безопасное место в мире. И я поэтому купила квартиру, чтобы она всегда могла знать, что ей есть куда пойти. Поэтому думайте о дочерях, разговаривайте. Вы себя считаете виновным? Нет, я себя не считаю виноватой, потому что я не строила дом. Я не проектировала скрытые работы, я ни о чем не знала. Визуальный осмотр показал, что с домом, с фасадом все нормально. Как я могла знать, что вот там какие-то скрытые работы неправильно произведены и упадет облицовка фасада дома, и что пострадают люди? Весь процесс уголовный я была как свидетелем. Предъявили обвинение мне только 20 июля. То есть у меня не было возможности подготовиться, найти адвоката, денежных средств у меня не было. Так как я мать-одиночка, я ращу 2 детей одна. Квартиры у меня нету. Машина у меня в кредите. То есть как бы средства найдены при помощи председателя ОСЕ в поддержку всего Казахстана. По возможности они мне помогают, скидывают. То есть я была в шоке, что из меня из свидетеля сделали подозреваемым. Я до сих пор в шоке, если честно. Я не прощения просила, я просто очень искренне подошла к женщине, которая действительно потеряла своего ребенка. Для меня это... я просто не могла с 20 числа к ней подойти. Я очень соболезную. Мне сказали, что она в Чимкенте. Я не смогла к ней подойти и ей сказать что-то. Но я очень соболезную, потому что я сама понимаю, как тяжело потерять ребенка. Я лично не могу отвечать за 20-летний стаж работы, про обслуживание этого дома. То есть я пришла 6 месяцев. Все, что я могла на момент, я сделала. Жас келіншектің күйеуінің қолынан өліп бір Барни үшін өлді деген үлкен бір резонанс болып жатыр, иә. Келіншектер бұл жерде тек бір Барни үшін ғана ол таяқ жеген жоқ. Ол бір Барни үшін өліп кеткен жоқ. Бұл ситуацияға дейін кикілжіңдер өте көп болған деп білемін өзім. Бұл жерде енді қыз бала, әйел адам, кішкентай баласы бар, ол өз өмірін өзі қинап ол асып қоймайды. Білесіздер ме? Бұл жерде отношенияда күйеуінен ешқандай жылу көрмеуі, енеден қолдау көрмеуі, жап-жас қаршадай қыздың өз-өзін асып қою, ол жерде үлкен бір тағдыр тұрда, үлкен сол 2 жыл өмірінде үлкен қандай ситуациялар болды, қандай жағдайлар болды ол үйде. Соның барлығы осы өлімнің соңғы точкасына әкеліп тоқтатты да, сол себептен қыз-келіншектер, егер сіздің отбасыңызда ене қолдамаса өзіңнің анаң сияқты, атаң қолдамаса өзіңнің әкең сияқты, сенің күйеуің ағаң сияқты, бауырың сияқты қолдамаса, сенің ол жерде орның жоқ. Осы кезде сен өз орныңды өміріңде табатын бол. Осындай трагедия болып кетпес үшін. Барниға бойкот. Бұдан кейін Барни алмаймыз. Не то, что алмақ түгілі, даже Барниға қарай алмай қалдық деп жатқан адамдар көп екен интернетте. Естімегендер болса, осыдан 3-4 күн бұрын жас келіншекті Барни үшін өзінің күйеуі аяусыз өлтірді деген видео тараған болатын. Но менің ойымша бұл жерде ол Барнидің ешқандай кінәсі жоқ. Барнидің орнында любой шоколад болуы мүмкін еді. Бұл жерде мәселе именно қыздың қорғансыздығында болған деп ойлаймын. Өйткені жас келіншек Мадина соңғы сообщениялардың бірінде жаңағы подружкасына жазған екен, именно сол Барни үшін ұрысып жатқан кезде хотя бы 15 мың, 10 мың теңге тауып берші, мен мына үйден кетіп қалайын, біз ұрысып қалдық деп та. Менің ойымша ол семья и өзінің күйеуі де қыздың қорғансыз екенін, артында адам жоқ, барар үйі жоқ екенін білгеннен кейін басынған деп ойлаймын, басынғандықтан ұрды деп ойлаймын. И бұл ситуациядан түйгенім, конечно, жақсы жігіт тауып, жақсы отбасы құрып кеткеніміз жақсы, өйтіп Барни үшін қырылмайтындай. Но максимально өзіміз өсіп, өзіміз ақша тауып, өз Барниімізді өзіміз алайықшы қыздар. Сен алдында келдің бе? Неге жылап отырсың? Әжеден қорқып, мен дәрігер емеспін, әжемін, кел отырмын жерге. Ана баланы туған інісі ма? Нұриман, кел үй жуан. Иә, сен ақылдысың.
ағаң деген жаңа отырды ғой тыныш. Иә. Не болды? Не болды? Ей, қыздар мазақтайды қазір сені. Ішінде не бар? Бұнан көзі сықиып маған ұқсайды ғой. Ананың көзі бақырайып жатыр. Ол жақсы екен, қорыққан жоқ, жігіт екен. Мынау тек қыздар қысып бақ. Посмотрите, моя любимая племянница пришла. Может быть, даже будущий депутат. Да? Бәлкім. Қонақтан келіп, көйбай жұмыстан келсем, қожайын күш тап шай беріп жатыр маған. Қожайын. Рахмет. Ас болсын. Балық. Балық. Тек балық жақсы көретін білемін. Әй, оны не қайдап барсыз? Жоқ. Мынау бар ғой жеймін ғой. Мен қай кезде болам Астанада қыздар? Не дейді, қай жеріміз ауырыз дейді олар? Белден, протрузия өзінде. Күйеуі балам тоже ауырады дейді белден. Белден, грыжа, протрузияға операциясы, отасы жақсы болады. Өзіңіз қай жеріңіз ауырып келеді? Мен бе? Иә. Мен де аяқтан артроз кесайды ғой. Сол жақсы болды? Енді аяғымның кішкене ауырады кішкене. Бұрынғыдан қандай өзгеріс бар? Мен таңертең бөлікке тұра алмайтын тұрымнан ұйықтауға жегенмін. Қазір тұрып жатырмын. Бұрын тұра алмай қалып едіңіз? Бәсе келгеннен күшті болдың деп отырсыз, соған айтып отырсыз ба? Иә, сон. Бірақ ана қисық енді қалады ма жүріп? Жоқ, қисыққа жылқының майын тартасыз.